Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі дәрісте біз сіздермен бірге шахмат ойындағы сарбаз фигурасының ерекше жүрісімен танысамыз. Шахмат тақтасында біз осындай позицияны елестетейік. Шахмат ойыны ережесі бойынша ақ түсті фигуралар бірінші жүреді. Е2 торында орналасқан сарбаз фигурасы Е4-ке жүрді. Енді қара түсті фигуралар жүреді. Б7 торында орналасқан сарбаз фигурасы Б5 торына жүреді. Енді ақ түсті фигуралар жүреді. Е4 торында орналасқан сарбаз фигурасы Е5 торына жүреді. Енді қара түсті фигуралар жүреді. Б5 торында орналасқан сарбаз фигурасы Б4 торына жүреді. Бұл жерде көріп отырғанымыздай ақ түсті сарбаз фигурасы 5-ші горизонталь сызығында орналасып тұр. Қара түсті сарбаз фигурасы 4-ші горизонталь сызығында орналасып тұр. Енді бұл жерде ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі. Бұл жерде ақ түсті фигуралар А2 торында орналасқан сарбаз фигурасымен 2 тор алға жүрді деп елестетейік. Көріп отырғанымыздай А4 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасы бірден 2 тор алға жүріп, қара түсті сарбаз фигурасына параллель орналасып тұр. Бұл жерде Б4 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүрісін қолдану мүмкіндігі бар. Б4 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүрісі арқылы А4 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасын жеп қоя алады. Бұл жерде Б4 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасы А3 торына жүріп, ақ түсті сарбаз фигурасын жеп қоя алады. Егерде ақ түсті фигуралар С2 сарбазымен бірден 2 тор алға жүретін болса, онда Б4 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасы С4 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасын өзінің ерекше жүрісімен жеп қоя алады. Бұл жерде Б4 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасы С3 торына жүріп, С4 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасын жеп қоя алады. Бұл жерде енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі. Д2 торында орналасқан сарбаз фигурасы диагональ бағытта бір торға жүріп, С3 торында орналасқан сарбаз фигурасын жейді. Енді қара түсті фигуралардың жүріс кезегі. Бұл жерде қара түсті фигуралар Д7 немесе F7 торында орналасқан сарбаз фигурасын біреумен 2 тор алға жүретін болса, онда Е5 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасы ол сарбаздың біреуін өзінің ерекше жүрісімен жеп қоя алады. Мысалы, қара түсті фигуралар Д7 торында орналасқан сарбаз фигурасымен 2 тор алға жүрді деп елестетейік. Енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі. Бұл жерде Е5 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасы Д5 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасын өзінің ерекше жүрісімен жеп қоя алады. Е5 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасы Д6 торына жүріп, Д5 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасын жеп қоя алады. Егерде қара түсті фигуралар F7 торында орналасқан сарбаз фигурасымен 2 тор алға жүрсе, онда Е5 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасы F5 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасын өзінің ерекше жүрісімен жеп қоя алады. Е5 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасы F6 торына жүріп, F5 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасын жеп қоя алады. Шахмат ойында біз осындай позицияны елестетейік. Мысалы, қара түсті фигуралар Д7 торында орналасқан сарбаз фигурасымен 2 тор алға жүрді. Енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі. Ақ түсті фигуралар F3 торына ат фигурасымен жүреді. Енді қара түсті фигуралардың жүріс кезегі. Қара түсті фигуралар Ж7 торында орналасқан сарбаз фигурасымен 1 тор алға жүреді. Енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі. Бұл жерде Е5 торында орналасқан сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүрісімен Д5 торында орналасқан қарсылас сарбаз фигурасын жей алмайды. Мәселен, қара түсті фигуралар Д5 торында орналасқан сарбаз фигурасымен 2 тор алға жүргеннен кейін, ақ түсті фигуралар Е5 торында орналасқан сарбаз фигурасының ерекше жүрісін қолданудың орнына, олар ат фигурасымен F3 торына жүрген болатын. Яғни, ақ түсті фигуралар басқа жүріс жасады.
Яғни бұл жерде d7 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасы бірден 2 тор алға жүргеннен кейін ғана e5 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүрісін қолдана алады. Яғни ақ түсті фигуралар e5 торында орналасқан сарбаз фигурасының ерекше жүрісін қолданудың орнына басқа жүріс жасаса, мысалы ақ түсті фигуралар піл фигурасымен e2 торына жүрді деп елестетейік. Бұл жерде ақ түсті фигуралар енді өзінің келесі жүріс кезінде e5 торында орналасқан сарбаз фигурасының ерекше жүрісін қолдана алмайды. Яғни e5 торында орналасқан сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүрісімен d5 торында орналасқан қарсылас сарбаз фигурасын жеп қоя алмайды. Енді біз шахмат ойында осындай позицияны елестетейік. Қара түсті фигуралар d7 торында орналасқан сарбаз фигурасымен бір тор алға жүрді. Енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі c1 торында орналасқан піл фигурасы e3 торына жүрді. Енді қара түсті фигуралардың жүріс кезегі d6 торында орналасқан сарбаз фигурасы d5 торына жүрді. Енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі. Бұл жерде e5 торында орналасқан сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүрісі арқылы d5 торында орналасқан қарсылас сарбаз фигурасын жеп қоя алмайды. Себебі d5 торында орналасқан сарбаз фигурасы бірден 2 тор алға жүрген жоқ. Яғни d5 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасы бірден 2 тор алға жүріп e5 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасына параллель орналасқан жағдайда ғана e5 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүрісін қолдана алады. Яғни e5 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүріс арқылы d5 торында орналасқан қарсылас сарбаз фигурасын жеп қоя алады. Бүгінгі дәріс бойынша сіздерден тест алғым келіп отыр. Бұл позицияда қара түсті фигуралардың жүріс кезегі. Қара түсті фигуралар f7 торында орналасқан сарбаз фигурасымен 2 тор алға жүрді. Енді сіздерге сұрақ. g5 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүрісін қолдана ала ма? Бұл сұрақтың жауабы иә, қолдана алады. Себебі ақ түсті сарбаз фигурасы 5-ші горизонталь сызығында орналасып тұр. Және де қарсылас фигура бірден 2 тор алға жүріп, ақ түсті сарбаз фигурасына параллель орналасты. Енді сіздерге қойылатын екінші сұрақ. g5 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүрісін қалай қолданады? Бұл сұрақтың жауабы g5 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасы f6 торына жүріп, f5 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасын жеп қояды. Ақ түсті сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүрісін солай қолданады. Бұл позицияда қара түсті фигуралардың жүріс кезегі c7 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасы бір тор алға жүрді. Енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі. f2 торында орналасқан сарбаз фигурасы бір тор алға жүрді. Енді қара түсті фигуралардың жүріс кезегі. c6 торында орналасқан сарбаз фигурасы c5 торына жүрді. Енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі. Сіздерге сұрақ. Бұл жерде b5 торында орналасқан сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүрісін қолдана ала ма? Бұл сұрақтың жауабы жоқ, қолдана алмайды. Себебі c5 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасы бірден 2 тор алға жүріп, b5 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасына параллель орналасқан жоқ. Яғни c5 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасы екі жүрісте 5-ші горизонталь сызығына орналасқан болатын. Егер де c5 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасы өзінің бастапқы позициядан 2 тор алға жүріп, b5 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасына параллель орналасса, онда b5 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүрісін қолдана алушы еді. Яғни b5 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүрісін қолдану арқылы c5 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасын жеп қоя алушы еді. Бұл позицияда қара түсті фигуралардың жүріс кезегі
d5 торында орналасқан сарбаз фигурасы d4 торына жүрді. Енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі. c2 торында орналасқан сарбаз фигурасы c4 торына жүрді. Енді қара түсті фигуралардың жүріс кезегі. Сіздерге сұрақ. Бұл жерде d4 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүрісін қолдана ала ма? Бұл сұрақтың жауабы иә, қолдана алады. Себебі қара түсті сарбаз фигурасы 4-ші горизонталь сызығында орналасып тұр. Және де c4 торында орналасқан қарсылас сарбаз фигурасы өзінің бастапқы позициясынан бірден 2 тор алға жүріп, d4 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасына параллель орналасты. Бұл жерде d4 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасы қалауы бойынша өзінің ерекше жүрісін қолдана алады. Яғни d4 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасы c3 торына жүріп, c4 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасын жеп қоя алады. Бүгінгі дәрісіміздің маңызды жерлерін бекітейік. Ақ түсті сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүрісін қолдана алу үшін ол біріншіден 5-ші горизонталь сызығында орналасу керек. Екіншіден 5-ші горизонталь сызығында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасының сол жағында немесе оң жағында қарама-қарсы орналасқан сарбаздың біреуі өзінің жүріс кезінде бірден 2 тор алға жүру керек. Мысалы, бұл жерде d7 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасы өзінің жүріс кезінде бірден 2 тор алға жүретін болса, онда e5 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасы қалауы бойынша өзінің ерекше жүрісін қолдана алады. Ақ түсті сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүрісін қолдану кезінде ол d6 торына жүріп, d5 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасын жеп қоя алады. Егер де бұл жерде қара түсті фигуралар f7 торында орналасқан сарбаз фигурасымен f5 торына жүрсе, онда e5 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасы f6 торына жүріп, f5 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасын жеп қоя алады. Қара түсті сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүрісін қолдана алу үшін ол біріншіден 4-ші горизонталь сызығында орналасу керек. Екіншіден 4-ші горизонталь сызығында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасының сол жағында немесе оң жағында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасының біреуі өзінің жүріс кезінде бірден 2 тор алға жүру керек. Мысалы, бұл жерде ақ түсті фигуралар өзінің жүріс кезінде e2 торында орналасқан сарбаз фигурасымен бірден 2 тор алға жүрсе, онда d4 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүрісін қолдана алады. d4 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасы e3 торына жүріп, e4 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасын жеп қоя алады. Егер де бұл жерде ақ түсті фигуралар өзінің жүріс кезінде c2 торында орналасқан сарбаз фигурасымен бірден 2 тор алға жүрсе, онда d4 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасы өзінің ерекше жүрісін қолдану арқылы c4 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасын жеп қоя алады. Бұл жерде d4 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасы c3 торына жүріп, c4 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасын жеп қоя алады. Бүгін біз сіздермен бірге шахмат ойындағы сарбаз фигурасының ерекше жүрісімен таныстық. Егер де сізге бейне дәріс ұнаса, бұл бейнеге лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.